Жадау жайыңыздың есігін қақтым. Менің жігіт уақытым сенің қыз уақытың. Менің жігіт уақытым сенің қыз уақытың. Гүлшанда ашылған бір таза гүлдің шырайыңа шыраяу қосқан екенсің. Түн қолына түскен асыранды түнде үнсіз жетегіңе ере бердім мен. Менің жігіт уақытым сенің қыз уақытың. Менің жігіт уақытым сенің қыз уақытың. Бұл қосық бірінші мәрте 1969 жылы Ташкенттегі Науаи театрының сахнасында жаңлаған еді. Соннан берлі Қарақалпақ жастарының ашықтық символына айналған бұл қосықтың дәстепкі һәм әзірге дейінгі атқарушысы Байрам Мәтжанов болып қалды. Қай жерде қашан менің жігіт уақытым сенің қыз уақытың. Менің жігіт уақытым сенің қыз уақытың. Қарақалпақлар әзелден саз сәубет шайдасы. Бұл халықтың тарихыменен қызыққан өткен әсірлердегі тарихшы этнографлар Шоқан Уәлиханов, Иванов һәм Толстовлар Қарақалпақлар сахра бүлбүлі деп атауы да бейжөн емес шығар. 20-шы әсірдің 60-шы жылларынан баслап Қарақалпақ милли намалары һәм әзіргі заман композиторларының қосықларын әпуайы мектеп сахнасынан басландырып, дүниялық көлемге алып шыға білген ұсындай қош хауаз бүлбүллерінің бірі Өзбекстан, Қарақалпақстан һәм Башқұртстан халық артисті, мемлекеттік сыйлықтардың лауреаты Байрам Мәтжанов. Байрам Мәтжанов әзелден мәдениет ошағы атанған Қоңырат ел атында туылып өсіп, 12-13 жасларында өзіндегі айрықша талант һәм қабілетті ел жұртына таныта білді. Бірінші мәрте 16 жасында оның тұңғыш қосығы Қарақалпақ радиосынан жаңлап естілді. Міне, соннан берлі ярым әсірден аслан уақыт өтті. Ол осы жыллар ішінде Қарақалпақ қосықларын бұрынғы ауқамның бірнеше онлаған қалаларында, сондай-ақ бір қатар сырт елдердің сахналарына алып шықты. Ол қайсы сахнаға шықпасын, дүрлеген қол шапаттаулар менен күтіп алынады. Қош хауаз қосықшылар арасынан талантлы солисттер шығуы мүмкін. Лекін һәм талантлы қосықшы, һәм ұқыплы басшы, шебер шөлкөмлестіруші болып жетілсуі шендешен ұшырасатығын жағдай. Байрам Мәтжановта бұл екі қабілет те тең рауажланды. Ол 1971 жылдан 1992 жылға шекем Бердақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік филармониясының директоры, жас тамашагөйлер театрының ең дәстепкі шөлкемлестірушісі һәм басшысы, филармонияның көркемлік жақтан басшысы болып 21 жылдан аслан жеміслі минет етті. Оның ұқыплы басшылығы һәм новаторлығы нәтижесінде аты аталған көркем өнер жәмәтлері өздерінің репертуарларын әр жыл сайын жаңалап, гастроллерда болған қалаларында
бірі-біріне ұсамайтұғын рәң-бәрең концерт бағдарламалары менен тамаша көйлерді таң қалдырды. Филармонияның өсу пәті жеделдесіп, оннан Айқұлаш, Әму толқыны, Қырыққыз сияқлы ансамбльлер өсіп шықты. Ансамбльлер сахнаға өздігін танытатұғын жаңа намалар, жаңаша түске енген милли ойынлары менен көріне басылады. Бүгінгі күні аты аталған ансамбльлер жас тамаша көйлер театры, Бердақ атындағы музыкалық театрдың жәмәәтлері Байрам Матчановты әр ұшырасқанда қадырдан ұстазы, ақылгөй мәслихатшысы, әмде үлкен менен үлкен, кіші менен кіші бола алатұғын кішіпейіл заманласы сыпатында күтіп алады. Қосықшы болу үшін, көп қосықшы болып жүру үшін бірінші денсаулыққа қарау керек. Денсаулық бар жерде, осын семьяң бекем болу керек. Семьяң бар жерде, ондан кейін істеп атқан ісіңе өзің сенімді болуың керек. Әмме уақытта халықтың алдына шығып баратырман деген пікір туып өзіңе қарап жүруің керек. Көшеден сен адамдарға мысал бола алатығын болып жүруің керек. Барған жеріңде мысал бола алатығын болуың керек. Жүдә жоғары мәдениетлік дейді оның атында. Жүдә жоғары мәдениетқа үйренуің керек та. Егер өзіңді сөйтіп тұтсаң, сен сахнада шыққан атында адамдар саған шапалақ қағады. Қосықшы мапазлық болып қалатығының себебі өзіне өзі қарамайды, өзінің дауысын сақламайды, һәм репертуарды көбейтпейді. Репертуарды жаңалап тұру керек. Дауысты сақлап жүру керек, дауысты жақсылап, рәуаждандырып тұру керек. Ондан кейін қосықты сайлап, шайырдың қосықларын оқып алып, сайлап алып, қосықшының дәуірінде өз дәуірінің зрителі, өзінің дәуірінің зрителі тамаша көйі, өзінің дәуірінің бағалайтығын басшылары болу керек. Ол біздің Қарақалпақстанымызда бірақ бар. Елге қызмет етсең, елеусіз қалмайды. Байрам ағаның қызметлері де ұдайы бағаланып барды. Ол Өзбекстан, Қарақалпақстан һәм Башқұртстан халық артисті, Өзбекстан һәм Қарақалпақстан мемлекеттік сыйлықтарының лауреаты, достық, ел жұрт хүрметі ордендерінің иесі болды. Әр қандай талант иесіне бұннан артық бақыт бар ма? Sen arkalı jırtkı sen bayterik men senin bir şakanım.
sen baytirik men senin bir şakana dağıl kemenin karağa dağıstanın sen baytirik men senin bir şakana men senin bir şakana dağıl kemenin karağa dağıstan Байрам Матчанов әр сапары туылған мәканы Қоңыратқа келгенде поездда жүруді мақұл көреді. Себебі ол 1957 жылы тап ұсындай поездбенен көркемөнер жолында сапар шеккен еді. Пойызға мініп келе жатырып, ядыма түседі. 1957 жылы шығып кеткендем, сондай пойызға мініп Қожеліге барып, Қожеліден арман қарап кеткенбіз. 56 жылларда біз Қарақалпақстан радиосына қосық айтқанымызда дұры айтатығын еді. Барып микрофон қояды, ал концерт мына Қоңыраттан келген әуескер Байрам Матчанов қосық айтады дегенде, сол келген ансамбльлеріміз, әуескерлер керек мұғалімлеріміз солар шертеді, біз қосық айтып кетеміз. Ол уақытта магнитофон деген, бұл жазып алу деген нәрселер жоқ еді. Біздер бір айтып шығады еді. Қоңыратқа қайтып келгенімізде ауылдастарым естіп, ай Байрам, сенем естік деген қошеметтілерді сол 56 жылдардан бастап мен халықтың алдында, халықтың аузынан ести бастадым. 1958 жылы филармонияда істеп жатырмыз, әр білген қосығымызды айтып, шағаланы ойнап, һәм танцорымыз, һәм қосық айтамыз. Михаил Фаттахов деген ол Бұқаралық жігіт кісі екен. Сол кісі келіп, көркемөнер институтында Қарақалпақ факультеті ашылады. Актерлық факультеті. Һәм ол факультет музыкалы драмада болады, һәм тек драма актерлары да болады. Деп, бір 24 адамды нөкістеп отырып сайлап алды. Көбінше театрға барады. Хамза театрын жақсы көретін едік, бәріміз соған баратын едік. Мен операны көбірек жақсы көретін едім, операға көп баратын едім. Оперный театрға көп баратын едім. Мен Саттария Рашиповлардың қосықларын естіп отырып, жүті айран қалатын едім. Бұндай дауыс болады екен деп. Институтты біткеліп келіп, филармонияға директор болдым. Енді ол күнде искусствоны өсіру, ол әрбір сауатлы инсанға, әрбір сол уақыттағы, сол дәуірдегі интеллигенцияға не болды бұл? Қызығушылық соған ұмтылу болды. Ансамбль, бұрын тек ансамбль еді, бұған Айқұлаш деген ат қойып, Полат Мәдіреевті бас балетмейстер етіп, филармонияға әзіргі белгілі композиторымыз, үлкен композиторымыз Нәжмәдин Мұхаммадиновті көркемөнер басшысы қылып, сөйтіп жұмыс істедік. Басқа елдерге үлкен әнжіманлар, онда әдебият һәм мәдениеттің көркемөнердің әнжіманлары, декадалар дейтін еді ғой бұрын. Сондай байрамдар өткізілетін еді. Мені соларға таярлыққа Татарстан, Башқұртстан, Дағыстан, Қазақстан, Қызылордадан бастап, әмме көп барлық облыстардан. Енді Өзбекстанымыздың енді Ташкенттен бастап, Ташкентте һәм облыстарда Оңқұрлық деген ат менен сондай болып шығатын еді. Вазипада қойылды, қарарда шықты филармонияны үлкейту. Тек бір ғана коллектив емес, басқа да коллективлер түзу. Соның қатарында мене 40 қыз ансамблін түздік. Ондан кейін Атажан Құдайшүкіровке жергілікті жерлерде жүретұғын Әму Толқыны деген соның басшылығында, соның көркемөнер басшылығында, соның атқаруында концерт қоятығын Әму Толқыны деген ансамбль істеттірдік. Симфониялық оркестрдің рұқсатнамасын алып, гастроллық маршрутына кіргізіп, Мақсет Қожаниязовты соның солисі қылып, әзір бір үйімде кітап бар, сол кітапта жазылып тұрып салар. 78 жылы Қарақалпақстанда балалар театры шөкемлестірілсін деген қарары шыққан екен. Сөйтіп 141 адам штаты менен
98 мың сом пулы менен, мынандай приказы менен Ташкенттен Нөкіске 3 күннің ішінде қайтып келді. Халық, жасылар, әсіресе кішкентайлар, ертекті жақсы көретін балалар. Сондай қуанысты енді Қоңырат әзелден Қарақалпақ көркем өнерінің сағасы. Бұл елден белгілі мәдениет қайраткерлері, талантлы драматург һәм актерлар Абдраман Өтепов, Айымхан Шамуратова, Юлдаш Мамутов, Юлдаш Шарипов, Рейімбай Сейітовлар сияқты ұлы адамдар жетілісіп шыққан. Балалығында оларды көріп өскен Байрам да осындай әжайып талант иесі болуды арман еткен еді. Ниеті қалыс екен. Ол арманына ерісті. Ел арасында кімсең Байрам Мәтжанов болды. Gülge savdığım, gülge savdığım. Hürmetli kalayık, hürmetli avuldaşlarım. Menem kışkantay bana boğamını söyledi. Men sizlerdi körüp durup, hazır köyünün buzulup ketti. Sebebi adam jası ülküygen sayın, jaskanşak bolasan jası ülküygen sayın. Vaktan şahan bolasan jası ülküygen sayın. Sonun üçün böyle kalıptı körüp durup, men juda kuanıp, maktanıp turuppan. Menin yelim var, menin Qaraqalpaqstanım var. Menin Qaraqalpaqstanımda Qoңрат atlı ülkön yeretim var dep kuanaman. Ұстазымыз тек қана менің ұстазым емес, барлық қосықшылардың ұстазы. Әзір сол инсан менен бір сахнада тұрғаныма мен бақтияр сеземін өзімді. Ұстаз, аман болың. Өзбекстан, Қарақалпақстан, Башқұртстан республикаларының халық артисті Байрам Мәтжанов. Байрамның қосықшы сыпатындағы мүмкіншілігін мен жақсы өзім білемін. Себебі көп істестім. Оның қосықшы сыпатындағы мүмкіншілігі диапазон мысалыға міне додан фаға шейін болатығын болса, соның арасындағы ырақларды Байрам қалдырмастан ырағын соның бере алады. Һәм оның дауысы, не дейміз, бір шірелі өз алдына, бір адамға жағымлы, һәм Байрам театрал институт бітірген. Соның үшін актер сыфатында қосықтың оның мазмұнын, оның дикциясын анық қалыпқа жеткіре алады. Қосықты өзінің кәміне келтіріп айтуы бойынша Байрамды қосықтан мастер қосықшы деп айтуыма менің хақым бар. Нәресте хақында балладаным мен істескенімде бір нәрсеге жүда қайыл қалдым. Ол өзінің дауысының сондай бір сол қосыққа сәйкес келуі. Қосыққа сәйкес. Һәм соны сол қосықтың образын жақсылап сол баллада хақындағы, нәресте хақындағы балладына сол баллада сыпатында беруі. Оның шындай бір жағымды жаңағы, дейміз, біздерде музыкальный сөзбен айтқанда бархытный дауыс дейді ғой, бархытный голос. Сол бархытный дауыспенен сол балладан жеткеріп беруде Байрамнан өтетұғын, ол балладан айтатұғын адамды мен әзірше ұшырата алмай тұрман қаптың расы. Ömürdün şüregi deme, yeri bul görmegen bol bir altın taş. Neresi adamın kumuş kademi, sonlu kademinde aparar o. 1987 жылы Қарақалпақтың
birinchi milliy operasi Ajniyaz qo'yildi. Мен сол Ajniyaz qo'yilgan vaqtlarında Bayram Berdaq atınдағы muzikali teatrdan direktori edi. Сол операның сәтті болып шығуына, соның көп қана декорацияларын, безеулерін, киімлерін, художникпен істесулерін, Ташкенттен айрым бас дирижер, бас режиссер, концертмейстер соларды шақыруда бәрін сөкеместіру жағынан Байрам осы операны Байрамның өзінің басшылығында, бұл опера директор болғаннан кейін әлбетте сол басшылығында осы опера қойылды. Бұл әлбетте бұл тарихи вақиға деп есептеймін, себебі бұл халықтың бірінші milliy операсын қою, әлбетте біз автор есебінде болсақ, соны қою Байрамның үлкен минетісінде. Тек Қарақалпақша қосқылар болмай, шет елдердің, басқа да халықларының, туысқан халықларымыздың қосқыларын айтсам болады. Өзбекше де айту керек, қазақша да айтып үйрену керек. Бәрін үйрену керек. Бәрін келешекте спектакль қойған уақытында қалеген халықтың спектаклін қойса, сол спектакльде бір қосық айтып кету керек болса, драматический актердің ең бір керекті жері сол. 13 жасар уақытларында қоңызы кәрестер болған біздің қоғратымызда. Солардың бір кісінің үйреткен қосығы еле ядында бар. Торади, 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 сим 산손에 백도라디 한두 우리만 계려도 강리도 많지만 더노라 에헤요 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 에라 줬다 지하다 줬다 네가 네 간장은 살이 살살 다 녹인다 에헤요 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 행해라 줬다 지하다 줬다 네가 네 간장은 살이 살살 다 녹인다. Байрам ағаның өмірлік жолдасы Альбина Мухина Қарақалпақстан халық мұғалімі. Олар тәрбиялаған 6 ұл қыз халық қожалығының әр қилы тарауларында минет етіп жатыр. Біреулері әкесінің жолын қуып көркем өнерді таңласа, біреулері анасының кәсібі ұстазлықты таңлаған. Әсіресе ақлығы Шазада Матчанова киноактриса болып жетілсіп келатыр. Әзірге дейін ол апрель-май, қалбімнің ұрысы, соңғы мәуріт, мен кіммен фильмлерінде суретке түсті. Дос яранлары, заманласлары һәм шәкіртлері Байрам ағаның барған жері Байрам деп әзілеседі. Ақиқатында да Байрам аға мейлі Ташкентте ме, мейлі ауылда ма, ол барған жер шадлы ойын зауыққа ұласып кете береді. Ұсыларды көріп атырып, еліңнен ұсындай бір әжайып талант иесінің өсіп шыққанына қуанасың. Һәм оның менен заманлас болғанына кеуіліңде мақтаныш сезімдері оянады. Һәм бізде жоғарыдағы сөзді фильмімізге бәнтпасар етіп алғымыз келеді. Ілайым, бәрхама барған жерің Байрам бола берсін, Байрам аға. Haydan çaksa olur gibi bulmaz.
bilsin kaydan çaksa